болғанда сұлтаннан туған жұлдызы киген алтай қырмызы осындай болып туар ма адамзаттың бір қызы құнан қойдай ойқастап дөнен қойдай бой тастап талма түстің шағында бір қыз кетіп барады базарбайдың төлеген атының басын бұрады әңгіме дүкен құрады осы ма деп қыз жібек қаршығадан сұрады әзілді айтып біледі езуді тартып күледі бұл емес деп қыз жібек одан да өтіп жүреді онан өтіп төлеген атқа қамшы салады одан туған көкжорған көзі оттай жанады сымға тартқан күмістей сүмбідей болып жарады тағай қасты бір көшке көш алдына қараса бір қыз кетіп барады орта бойды дембелше алтын кемдел зейденше сипатына қарасаң бұрынғы қыздан өзгеше алтын шынны кеседей екі көздің шарасы сымға тартқан күмістей он саусақтың саласы толған айдай толықсып ақсазандай бұлықсып бұралып кетіп барады неше алған құлдақсып сөйлеген сөзім мәзәлі ақшамжанның соңындай ауылдан шыққан лебізі сары алтынның туындай екі көзін жалтылдап патшаның алтын туындай осы екен деп қыз жібек жанас салай сұлудың қасына жетіп келеді базарбайдың төлеген атынан келген хатшыға атының басын бұрады әңгіме дүкен құрады осы ма деп қыз жібек қаршығадан сұрады әзілді айтып біледі езуді тартып күледі бұл емес деп қыз жібек одан да өтіп жүреді сұлудайы сыланған сұңқарайын таранған сұлуда жібек қайда екен сол уақыттар болғанда тау басында қарағай төлегеннің мінезі болып кетті балағай салтанатты сәулетпен он бір қыздан өтеді бірде қалды жарамай сол уақыттар болғанда бірге шықты төбектен көш алдына қараса бір қыз кетіп барады қара жорға мінгені қара торға кигені екі көзі сүрмелі қыз іздеген төлеген соң онан да өтіп жөнелдім онан да өтіп төлеген елес белес бел көрдім бел астынан көш көйіп бүлектен мұрындығы сары жез ұясын ескен жібектен толған айдай толықсып ақсазандай толықсып бұралып кетіп барады көш сәулетін қарасаң аслашный жауһары бұл дүниенің бәрі көрген адам көзінің тояры бүгін бәрі сұлудайын сыланған сұңқардайын таранған сұлуда жібек қайда екен базарбайдың төлеген атынан келген хатшыға атының басын бұрады әңгіме дүкен құрады осы ма деп қыз жібек қаршығадан сұрады әзілді айтып біледі езуді тартып күледі бұл емес деп қыз жібек одан да өтіп жүреді онан өтіп төлеген белес белес бел көрді бел астынан көш көрді көш алдына қараса бір бәйбішені жүздіп көшті тартып барады екі жүзді үй қазына қызыл алтын сандығы ақ жүн үсті перідей күркір раушан бағындай жазғы қатын немесең қартайса да білгері әлі қыздың салдығы асылдай болып есілді нұрдай болып шешілді айдың өткен нешесі ай қараңғы кешесі зату әйел демесең әлі қыздың күшесі жетін тапқан шешесі әкі болған хатшыға жібек қайда кеткен деп шешесінен сол жерде құлдауратып сұрайды шешесі сонда сөйлейді сөйлегенде бидейді жібек бұрын кеткен деп болсам жерге жеткен деп көшпен бірге жүргенде бетіме тозаң тиген деп көкпа өсті күймемен асанан тұрып кеткен деп шешесінің сол жерде бұларға берген жауабы найза жаумай қолынан келе тұрыр қоңынан ай мүйізі қошқардың бүрі тартар қоңынан төлген сонда жөнелді кеткен жібек соңынан базарбайдың төлеген енді біліп дегенді асылда киім киінді бағымды алда башқын деп бірлеріне сыйынды атқа салды сәндікке көгілдіріп кілемді базарбайдың төлеген келгеніне өкінді тұлбардан туған көкжорған ор қояндай секірді құланды аттың қодықты көзені тартып борықты арыдан неше қоныпты жетемін деп жорықты бір көруге жібекті төлеген мырза шонықты шапса балтау көтерме шағырық таудың тасына елер келіп не кетпей кері жігіттің басына жеті қырдан асқанда сылдыраған қоңыраутып естіп сонда құлағы көкжорға атты уағызып жетіп бір келді қасына барау бұл күймеде тауыстады уақылын ашуменен тауыспады төлеген үш қайтара шақырса да қыз жібек сөйлесуге намыстанды төлеген сонда тұрып қапа болды өзінің елін ойлап неше толды қыз түгіл өз өрімнен ер қорқан қайран басым бұл жерде бекер болды
Harçқа сонда сөйлейдім, сөйлегенде билейді, ұядан ұшқан балапан қанаттарын тарайды, асыл туған анадан әрбір іске жарайды. Сенің үшін қарағым, тиемін алтын сарайды. Ертіп келдім бір жігіт, табылбайы көзіңе, нұр жігіттей сөзі бар, балтекердей көзі бар. Талай бекзат көріп ем, мұңын жисаң осының, кетпейді басқан ізіңне, басыңды көтер жібекжан, еңбегім кетер, еш болыбай. Нарық тұлғалар ғой, тірі тарих. Жебек сонда сөйлейдім, сөйлегенде билейді, көкі болмай жерге кір, байтауық маған нәкел деп, қашан айттым өзіңе, жөндеп қаттым малыңды, бет алдыңа санданмай, екі тайға ұялмай, мені сатып сыртыңнан, не бетіңмен сөйлейсің, көрінбей жөнер, көзіме бай. Ой, деген. Harçқа сонда сөйлейдім, сөйлегенде билейді, рас менің жібекжан, екі жорға болғаным, тек айтайын сөзімнің, расын айтпай жалғаным, төлдегенге дос болып, екі жарға мен алдым, көңілдің маған қош болсын ай. Сұлудайына исланған, сұңқарбайын таранған, сұлуда жібек қайда екен, қыз жібектің құрметі, жаһаннан асқан сәулеті, ләйім мәнжім болмаса, өзгеден артық келбеті, үш қызы бар қасында, өзі 14 жасында, қыз жібектің дидары, қоғал гүлдің құррағы, көз сипатын қарасаң, бектер мінген пыррағы, құя қауқар сырғасын, көтер алмай тұр құлбағы, қыз жібектің ақтығы, таудың ақша қарындай, ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай, екі беттің ажары, жазғы түскен сағымдай, білегінің шырайы, қайбалтаның сабындай, Ой, деген ай. санындай, оймаға уз құмар көз, іздеген ерге табылдай, өткірлігін байқасаң, құсылар соққан кетпендей, құтты құммен неккендей, екі ауызсы сөйлесең, мұратына жеткендей, тірісі түгіз жібектің, өлігін адам қайрылдым, бетіне келіп өпкендей, жібекті төлеген, ақыл менен танып тұр, көзім мейірі қанып тұр, белін нәзік талып тұр, қатқан шымнан жіңішке, өзілдіп кетпей, Ой, деген ай. Оп, бәрекелді.